Байлық бірінші сіздің басыңыздағы ойлар. Бұл сіздің шотыңыздағы ақшаның саны емес. Ақша бұл мышление, яғни басыңыздағы ойлар. Бай адамдардың кедей адамдардан өзгешелігі өздеріне қалыптастырған әдеттері бар, және олар басқаша әрекет жасайды. Бұл белгілі бір психология мен көз қарастың өмірге сіңген сценарийі бала кезде қалыптасады. Ол болашақта өмір сүрген ортамен күшейтіледі.